Бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Тука, және де бүгінгі видеода біз деген өзімнің алдағы пландарымды айтатын боламын. Ал сіздер болсаңыздар осы видеоға лайк басып арнама тіркеп отырайық. Мен бұл видео үшін барымды салған болатынмын. Солай. Ал мен видеома кеттім. Ал достар, алдыңғы видеодағы мини конкурстың жеңімпазы ол Нурик деген бала. Нурик, сені құттықтайтын боламын. Сен өз призыңды менің ВК-ма немесе Телеграмма немесе WhatsApp-ма жазып кет, өз призыңды саған табыстайтын боламын. Ал кеттік. Ал достар, бізде тағы да мини конкурс болатын болады. Бұл мини конкурстың шарттары бізде осы менің арнама тіркелу және осы видеоға лайк басу және де каналдың бөлімін ашып қою. Алдыңғы видеода көбісі канал бөлімін ашпаған кетек Нурикті ашыпты, сол үшін мен Нурикка жеңді деп істеген болатынмын. Сол үшін енді бұл қателікті қайттан жібермейік. Ал всем удачи. Ал видеоға кеттік. Айтпақшы достар, айтуды ұмытып кеттім ғой, бұл заттың призы общем не дейтін, скин, осы бір алдыларыңызға шықтырған скинді осы видеода ойнататын боламын. Бұны ұту үшін жаңағы шарттарды орнап кетіңіздер. Мен видеома кеттім. Ал достар, біздің видеомыз басталды. Енді мен бұл видеода айта кетейін, бұл пландардың бәрі менің ютубта және МКПдегі пландарым. Солай. Ал мен енді ең бірінші планды айтатын болса, менің ең бірінші планым осы наурыздың 10-ына дейін немесе 5-іне дейін 100 подписчикқа жету. Достар, мен 100 подписчикқа тезірек жеткім келді. 100 подписчикқа жетіп, стрим ашқан дегенде, стрим ашып, сол жақта бәрін істейтін боламыз. Сосын сол кезде 100 подписчикқа жеткенде мега конкурста істейміз. Солай. Менің ең алғашқы планым осы 100 подписчикқа жету. Ал екінші планға кеттік. Ал бізде екінші план өзіме жаңа микрофон алу. Микрофонмен дауыс сапалы шығады. Қазір мысалға мен без микрофон сөйлеп тұрмын, және дауысым өте говно шығып жатыр. Ал мына микрофон енді жаңа микрофон алғым келеді. Сол менің екінші планым. Ал мен өзімнің үшінші планыма кеттім. Ал достар, бізде үшінші планым менің өзімнің осы Майнкрафттағы PvP схемді көтеру. Яғни айтқанда, мына жерде көріп тұрғандарыңыздай мен кәдімгідей бот құса ойнап отырмын. Достар, мен ботпын деп айтсам болады. Бұрынғыда енді МКП ойнамағы көп болды деп айтсам болады. Бұрынғыда біздер менде нормально ойнай алатынмын Duel'сте. Ал Skywars'та бот құса ойнайтын себебі Skywars'та қататын еді, ода карта үлкен және адамдар, игроктар көп болады. Ал Duel'ста игроктар еще картада кішкентай болады. Сол үшін сіздерде менде телефон лагать етпейтін еді Duel'ста. Ал Skywars'та лагать ететін еді. Ал қазір Skywars'та да лагать етпейді, тек пинг болатын бар. Бірақ нормально қазір енді сол скиллді көтеру керек енді. Сол менің үшінші планыма жатады. Ал төртінші планға айта берейік. Бізде төртінші план, мен баяғыдан бері скин жасап келатырмын, оны бәріңіз білесіздер. Мен баяғыдан бері скин жасап келатырмын, бірақ сол баяғыдан бері вообще мен кавай скин жасап көрген жоқпын, және білмеймін да ол скинді жасауды. Менің сол планым кавай скинді жасап үйрену. Достар, кавай скин вообще жасап білмеймін. Білмеймін неге екенін, қиын ба, маған қиын болып көрінеді кавай скин жасау. Мен сол кавай скин жасап үйренгім келеді. Ол менің төртінші планыма жатады. Ал ең соңғы последний планға кеттік. Ал бізде бесінші план, ол деген зат істеу. Осы барлық планның бәрін 2024 жылға дейін біту. Енді бұйырса осының бәрін бітеміз деген ойдамын. Енді бәрі алла біледі, бітем осы пландар жүзеге асат басып өтті, оны бір құдай біледі. Енді осы пландардың бәрін менде 2024-ге дейін істегім келеді. Солай достар, енді бұның бәрі сіздерге байланысты. Сіздер активнее болсаңыздар, менде желанием көтеріледі YouTube түсіруге деген. Сосын мен күнде YouTube'тан видео түсіретін боламын. Ал осымен менің видеом аяқталды. Видео ұнады деген ойдамын. Видео ұнаса, осы видеоға әрине лайкты басып, арнаға тіркеліп, комментарий жазып кетейік. Достар, мен тамағым ауырып тұр, кешірім сұраймын. Солай істеп кетейік. Ал ендеше всем давайте.
пока-пока, чао.